Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, шие қосылған өте оңай пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдымен жұмыртқаны және қантты ыдысымызға салып, миксермен жай жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. 2 есе ұлғаю қажет. Мінекей осындай аппақ көбік болады. Енді үстінен жылы сүтімізді құямыз және ертілген сары майды құйып, үстінен електен өткізілген ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу қажет. Және де 1 шай қасық разрыхитель салып, осылай лопатканың көмегімен бірінші араластырып аламыз, одан кейін миксерлейтін боламыз. Бұл пирогтың дәмі королевский ватрушкиге ұқсайды, өте дәмді әрі жеңіл болып шығады және жасалуы да оңай. Осылай миксермен араластырамыз. Осындай қою масса шығады бізде. Енді осы массаны формамызға құямыз. Менде форманың диаметрі 20 диаметр. Сіз кез келген форма қолдансаңыз болады. Бірақ егер де қатты үлкен болса, пирогыңыз аласа болып көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан 20 немесе 21 диаметр форма қолдануға кеңес беремін. Үстінен осылай кез келген жеміс жидекті саламыз. Менде шие болды, осы шиені салдым. Малина, клубника салсаңыз да өте дәмді болады. Енді бетіне себетін крошканы дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға қантты және мұздатылған сары майды салып, қолымызбен крошка жасаймыз. Енді бетіне крошканы сеуіп шығамыз және де қызып тұрған 180 градус пешімізде 30-35 минут көлемінде пісіреміз. Пісу барысы өзіңіздің пешіңізге байланысты және пісіп жатқан кезде пештің аузын ашуға болмайды. Мінекей пирог дайын болды, өте дәмді болып шығады, әрі жұмсақ болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін.